Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгінгі менің бейнеролигім кезінде банда атанып, бірақ шын мәнінде Алаш жұртының сөзін сөйлеген батыр ұлы туралы болмақ. Қайтыс болғанына 90 жыл болса да, өкінішке орай жалпы қазақ халқы бұл батыр туралы көп біле бермейді. Қазақстан тарихында да бұл батырдың есімін кездестіреміз деп айта алмаймын. Сондықтан да мен күлі қазақты осы керемет тұлғамен таныстыру мақсатында бүгінгі видеоролигімді ұсынып отырмын. Бұл батырдың есімі Жақыпберді Солтанбекұлы. Ендеше бастайық. Жақыпберді Солтанбекұлы 1884 жылы қазіргі Райымбек ауданы Қулық тауының бөктерінде Албан руында дүниеге келді. Жалпы Жақыпберді өте атақты, даңқты, белгілі отбасынан шыққан еді. Арғы атасы Тәуке ханның кеңесшісі болған Әлмерек бабаның үлкен ұлы, бүкіл ғұмырын жоңғармен күреске арнаған Жәнібек батыр. Бергі атасы Ресей империясымен аямай күрескен 1871 жылы опасыздықпен Верный қамалының түрмесінде өлтірілген Тазабек би. Яғни отан үшін отқа түсу Жақыпбердінің қанына жанымен бірге сіңгенін аңғаруға болады. Әрине, аталарының барлығы қазақ ел үшін күресіп өткендіктен, Жақыпбердіге де қазақ үшін алысып арпалысу маңдайына жазылған пешене болды. Алғашында Албанның Төбе би Сұлтанбектің баласы Жақыпберді еліне еркелеп өседі. Атақты Жүсіпбек Шайх-Исламұлынан сабақ алып, шариғатты үйреніп, арабша хат таниды. Кейін Құралайды көзінен атқан мергенге де айналады. Алайда орыстың аюы мен Қытай айдаһарының қазақты екі жағынан қысқалағаны Жақыпбердінің ерте есеюіне алып келеді. Алғашында Жақыпберді қазақ станицаларына бірнеше шабуыл жасап, қарапайым қазақтарынан тартып алған мал мүлкін қайтадан өздеріне қайтарып береді. Сонымен қатар қазақ ауылдарына көзін алайтқан қарақтайлар да Жақыпбердінің жігіттерінен сан рет опық жеп қалады. Осындай батыл әрекеттері мен қазаққа деген намысқой жанашырлығының арқасында Жақыпберді ел арасында батыр деген атаққа ие болады. Бірақ Жақыпбердінің нағыз аты шығып, күллі қазақ даласына беделі асқан кез 1916 жыл. Тура осы жылы Жақыпберді Албан көтерілісін бастап шыққандардың бірі болды. Және де ең кереметі, Жақыпбердінің Албан көтерілісін басқарған басқа батырлардан айырмашылығы, Жақыпберді осы көтеріліс арқылы қазақ хандығын жаңғыртып, патшалық Ресей үкіметінің басқару жүйесін толығымен жоюға ұмтылды. Қарқара көтерілісіне қатысқан Іргебай Дәлденбайұлының естелігінде Жақыпберді батыр туралы былай делінген. 1916 жылдың 10 тамызында түнде Жақыпберді бастаған 800 адам Қарқара жәрмеңкесіне кіріп келді. Бұл жақтан 200-дей адам тағы қосылып, таң ата бергенде патшаның әскеріне шабуыл жасады. Окопта жатып, мылтық қаруланған болса да, орыстың солдаттары қазақ сарбаздарының батылдығына шыдай алмай қаша жөнелді. Алайда 1916 жылғы көтеріліс тас талқан жеңіліспен аяқталды. Оның басты себебі баяғы сол қазақтың арасындағы ауызбіршіліктің болмауы. Нәтижесінде мыңдаған қазақтың ауылдары қара жамылып, Ресей империясының әскері бас көтерген қазақтарды аямай қырды. Әрине, орыс әскерінің мұндай зорлық зомбылығы қазақ батырларының, соның ішінде Жақыпбердінің арқасын тағы да қоздырды. Алайда жан жаққа шашыраған дала батырларының жұмыла шабуылдаған Ресей армиясын жеңуі мүмкін емес еді. Бірнеше ұрыстан кейін осыны жетік түсінген Жақыпберді батыр ақыры туған елін қанды қырғыннан құтқару үшін Қытай жеріне көшіп кетеді. 1917 жылы патша үкіметі құлаған соң Жақыпберді батыр бір қауым елмен туған елге оралады. Себебі жаңа үкімет қазаққа көз қарасы мүлдем басқа болатын шығар деп үміттенді. Алайда қазақ ауылдарын қырып тонау жаңа кеңес үкіметі тұсында да жалғаса берді. Ақыры 20-шы жылдары кеңес үкіметінің зорлық зомбылығы көмпеске саясаты мен аштыққа ұласты. Осы кезде елінің намысын жерге таптатпаған Жақыпберді батыр қайтадан атқа қонып, төңірегіне қазақтың батыр да батыл жігіттерін қайтадан жинады.
Тура осы кезде Жақыпберді батыр кеңес үкіметі тарапынан қуғын сүргінге ұшырап, банды деген айыпқа тағылды. Бірақ қандай айып тағылса да, батыл Жақыпберді батыр өзінің халқының жанашыры болып қала берді. Кеңес үкіметінің зорлық зомбылығына бас көтеріп, қазақтарды бастап шығып, бірнеше кеңес отрядтарының бычытын шығарады. Алайда кезінде 16 жылы жеңіліске алып келген алауыздық пен сатқындық тура осы 1930 жылы Жақыпберді батырдың да бірнеше жеңіліске ұшырауына алып келеді. Өзінің қазағынан сатқындық көрген, өзінің қазағының басын біріктіре алмаған Жақыпберді батыр ақыры қастарындағы сарбаздарын аман алып қалу үшін қайтадан Қытай жеріне көшіп кетеді. Осы жерде ескертетін жай, Жақыпберді батыр Қытайға өзінің қамын ойлап қашып кетті деуге болмайды. Керісінше, өзімен бірге еріп келгендерді Қытай жеріне орнықтыра салысымен, батыр қайта қазақ топырағына жасырын келіп, аштық пен репрессиядан қырылып жатқан көптеген қазақ ауылдарын жасырын Қытайға көшіре бастайды. Тура осы кезде Жақыпберді батыр болашақ кеңес үкіметі мен коммунистік партиясының басшысы, ал сол кезде совет офицері, алғашында 49-шы погран отрядтың, кейін Қорғас заставасының командирі болған Константин Черненкомен жолығады. Және де Черненко бастаған қызыл әскер шекарадан ары-бері өтіп жүрген Жақыпберді батырдың жасағынан сан рет опық қалып, бірнеше рет жеңіліп те қалады. Алайда Жақыпберді батырдың қазаққа деген жанашырлығы мен намысқойлығы тек кеңес билігіне ғана емес, Қытайға да ұнамады. Себебі Қытай үкіметі Жақыпберді батырдың айналасына қазақтың топтаса бастағанынан қауіптенді. Батырдың Қытай қазақтарының арасында беделі өсе бастағанынан да қорықты. Ақыры 1932 жылы Жақыпберді батырды Қытай үкіметінің бұйрығы бойынша құрықтайды. Бұл жерде айта кететін жай, батырдың жасырынып жүрген жерін қазақтың арасындағы енді Қытайға сатылып кеткен жендеттер айтып берді. Ал 1932 жылдың соңында бір жыл түрмеде көрмеген зорлық зомбылықтан кейін Жақыпберді батыр және оның ең сенімді 33 серігі Қытайдың Сүйдің күре түрмесінде ешбір сотсыз, тергеусіз атылып кетеді. Атылғандардың үлкені 47 жастағы Жақыпберді болса, ең жасы оның артынан ерген інісі 16 жастағы Тұрсынбай Әубәкірұлы болды. Міне осылай қазақтың тағы бір батыр ұлының тағдыры қыршыңынан қиылып, опасыздықтың арқасында аяқталды. Кейін Жақыпберді батырдың мүрдесі Қытай даласындағы Жаманбұлақ қорымына жерленеді. Алайда толығымен түбегейлі ел жадынан Жақыпберді батырдың образын жойып жіберу жүзеге аспады. Мысалы, Қытай қазақтар арасында жас ақын Әуезхан Белгібайұлы жазған Жақыпберді қиссасы әлі күнге дейін белгілі. Ал Мұхтар Әуезовтің Қилы заман хикаясында Жақыпберді батыр жасақ басшысы Жансейіт түрінде бейнеленді. Бұл деген қазақ өзінің батырын ұмытпағанын көрсетеді. Міне, Жақыпберді батыр деген осындай керемет адам еді. Ел дегенде ішкен асын жерге қойған азамат, қара басынан көрі қазақтың қамын жоғары қойған жігер еді. Ең өкініштісі, Жақыпберді батырдың есімі әлі күнге дейін қазақ халқы арасында насихатталмайды. Батыр тіпті сол кезіндегі банды деген айыптан да ақталмаған екен. Мұның өзі бүгінгі Қазақстан әлі де өзінің батырларына немқұрайлық танытып отырғанын білдіреді. Шіркін-ай, осы Жақыпберді батырдың есімін туған нарын қолындағы орталық көше мен жергілікті мектептердің біріне беріп, батырдың мүрдесін туған топырағына алып келіп, қайтадан жерлесе қандай керемет болар еді. Себебі өз батырын құрмет тұтпаған ел, ертең өзге ел батырының құрбанына айналуы тарихи заңдылық.